Сәлем достар, мен бүгін 24 сағат қазақша көйлекпен жүрем. Мен медалім шешіп көптің. Дайте медалімен де жүре берем, бірақ қазақша киім болса болды да. Енді тақиясы бар, сондайлар да енді. Бірақ та мен қалай 24 сағат жүрейін деп тұрсын деп жазасын шығарсыздар. Мен домбырамды жинаймын, үйлер бүкіл шашылып жатыр. Телевизор көрем, аяқ киімдер жинаймын. Көп қой, сабақ оқимын, үй жинаймын, аяқ кием, сондай 24 сағат өткіземін да. Аяқтан балалар ойнап жүр, мен бірақ 24 сағат жүрмем керек. Далаға шығып керек қой, короче. Далаға шықсам шығам, бірақ мынандай көйлекпен шықпайтын шығармын далаға. Давайте онда 24 сағат біздікі басталады. Басталады дегенде күте тұрыңдар. Енді матемімді біттім, енді не оңдасам болады? Айтпақшы, мен жұма күні бір сурет сағанмын, соны аяқтайын. Мен оны бояп бітіре алмай қалғанмын. Міне, мұна әлем сурет сағанмын. Айтпақшы, ол мұнада ғой. Бояп болғасын көрсетесің ба қалғаны? Иә. Достар, мен суретімді бояттым. Телеп, тез боядым. Міне. Молодец. Әдемі. Мына екеуі не деп ойласаңыздар, аққуға. Жүректен жасалған аққу. Жүрек аққу десе. Еще сен кухняны да жинап тастадым. жүріп көрсетеміз. Қана суретімді қойып Ей! Мына жинап тастадым. Молодец. Айтпай тұрып жинадым. Сау болыңыздар достар.